Күндердің күнінде бір шағын ауылда бір торғай шаруа қорасына ұшып келеді. Ол жерге қонған бойда шашылған дәндерді теріп жей бастайды. Ал қораның бір бұрышында қожайынның мысығы торғайды мұқият аңдып отыр еді. Бір мезетте мысық бар күшін жинап торғайға қарай ұмтылады да оны қанатынан қағып ұстап алады. Енді бір жақсылап тоятын болдым, дейді масаттанып. Сонда торғай сабырмен тіл қатады. Мысық мырза, ұялсаңызшы. Адам атаулы тамақ ішер алдында ең алдымен жуынып алады. Сіз де сондай істеңіз, депті. Мысық бұл сөзге ойланып қалады. Оның да рас екен-ау деп алдыңғы аяғын тұмсығына апарып жуына бастайды. Сол сәтте торғай ұзақ күтпей бұлт етіп ұшып кетеді. Ұшып бара жатып: бізде бәрі басқаша. Біз ойнап жүріп тамақтан кейін жуамыз, деп дауыстайды. Мысық торғайдың қашып кеткеніне қатты ыза болады. Содан бері барлық мысықтар тамақ жегеннен кейін жуынып жүретін болған екен.